Имам Ибн Джаузи рахмахуллах мынандай бір оқиғаны имам Ахмадтың басынан өткізген өзінің кітабында жазған. Имам Ибн Джаузи имам Ахмад жайында жақсы кітап жазған, сол кісінің өмірбаяны, сол кісінің артықшылықтары жайында. Сонда осы оқиғаны келтіреді. Имам Ахмад рахмахуллах бір күні бір қаладан екінші қалаға сапар шегеді. Бұл имам Ахмадтың әлгі үлкен фитнадан, үлкен сынақтан өткен кезі. Білесіздер, имам Ахмадтың басынан үлкен сынақ өтті. Халқул Құран махлуқ па, махлуқ емес пе деген үлкен фитна болды. Муътазилиттер мемлекет басында отырған адамдардың миын айналдырып, басын айналдырып, осы мәселемен адамдарды сынады. Кім Муътазиланың көзқарасында болса, оған тиіспеді, ал кім басқаша көзқараста болса, оған үлкен сынақтар жетті. Сол сынақта имам Ахмадқа Алла тағала күш-қуат берді. Ол кісі өзінің ұстанымында берік тұра білді. Сол арқылы әхлі сүннаға үлкен қолдау болды. Сол оқиғадан кейін Алла субхана тағала имам Ахмадтың абыройын асқақтатты. Ол уақыттарда адамдар имамдарды кітаптар арқылы танитын, олардың атын білетін, ал бірақ көбісі ол имамдардың жүзін тани бермейтін. Себебі білесіздер, ол уақытта қазіргідей фотоаппарат жоқ, видеокамера жоқ, телефон жоқ. Қазір біреу бір жерде бір нәрсе істеп жатса, біраз уақыттан кейін ютубта тұрады. Ондай нәрселер жоқ. Имам Ахмад деп адамдар біледі, бірақ көп адамдар ол кісінің түрін тани бермейді. Сөйтіп бір қаладан екінші қалаға сапарға шығады. Кешке мешітке кіріп, құптан намазын оқып болғаннан кейін бір бұрышқа барып жатса, қарауыл жүгіріп келіп, мешітте ұйықтауға болмайды деді. Мен басқа жақтан келдім, ұзақтан келдім, осында түнейін десе, жоқ, болмайды, мешітте ұйықтауға болмайды, шық деп, имам Ахмадты мешіттен шығарып жібереді. Имам Ахмад мешіттен шығады да мешіттің есігіне сүйеніп табалдырығында отырады. Қарауыл имам Ахмадтың мешітке сүйеніп отырғанын көреді, табалдырықта отырған жүгіріп келіп, кет, табалдырыққа сүйеніп отыруға болмайды деп бір жерде. Мен мешітте отырған жоқпын ғой, шық дедің, шықтым, енді мешіттің сыртында отырмын. Не болды соншама, отырайын осында десе, жоқ, болмайды дейді де, әлгі қарауыл сондай бір дөрекі екен, екі аяғынан ұстап, өзі денелі екен, имам Ахмадты екі аяғынан сүйреп жолдың ортасына дейін апарып тастайды. Мен саған айттым ғой, бұл жерде отыруға болмайды деп. Сонда жолдың арғы бетінде мешітке қарама қарсы бір наубайшы, яғни нан пісіретін кісі, өзінің наубайханасында жұмыс істеп жатқан екен. Имам Ахмадты көріп, енді танымайды, бірақ жататын жерің болмаса кел, мен жұмысымда мына бос орын бар, осы жерге келіп жат деді. Имам Ахмад кіріп жайғасады. Әлгі нан пісіруші кісіге қараса, ол кісі қамыр илеп жатқан кезде, әлгі нанын тандырға жауып жатқан кезде, алып жатқан кезде, енді сол жұмысына қатысты не істеп жатса да, әрдайым астағфируллах, 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 субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар деп аузы зікірде болады. Имам Ахмад қарап, тамсанып сұрайды: сен қанша уақыттан бері осы амалды өзіңе әдет еттің деді. Әлгі кісі айтады: біраз болды, көп уақыт болды деді. Шаршамайсың ба десе, жоқ деді. Басында қиын болатын, бірақ альхамдулилля үйреніп кеттім деді. Адам негізі әрдайым Алла тағаланы зікір ететін болса, Аллаға истиғфар айтатын болса, бұл оның әдетіне айналады. Әдетіне айналады. Сол уақытта оған бұл нәрсе қиын болмайды. Яғни кейде біз қанша бос уақытымызды өткіземіз. Имам Әл-Хасан Әл-Басри рахмахуллахтың айтқан бір жақсы сөз бар: адамға қиын ба дейді, кез келген уақытында, бос уақытында періштелерге ал жаз менің сауап амалдарымды деп айтып, субханалла, альхамдулилля деп айтып отырып, неге өзінің амал дәптерін сауаппен толтырмайды деді. Мысалы кейде бір жерде кезек күтіп тұрып қаласың. Кезек күтіп тұрған кездің өзінде, мысалы субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар дегендерді айтатын болсаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Калиматани хафифатан ала лисан сақилатани фил мизан. Екі тілге жеңіл сөз бар, бірақ таразда ауыр деді. Басқа бір неде сол субханалла, альхамдулилля деген сөздерді тәмлаул мизан, адамның таразысын толтырады деді. Кез келген уақытта
2 минут 3 минут уақытың болса да, бос тұрған кезде біз қанша бос уақыт кетіреміз. Кейде бір нәрсені күтетін болсақ, бірден телефонымыз шұқылап, сонымен уақытты кетіруге тырысамыз. Имам Хасан аль-Басри рахматуллах айтады, бос уақыт таптың ба, періштеге айт дейді. Ал жаз менің амалымды деді, отырда субханалла, альхамдулилля деп айтып отыра бер, ал періште сенің амалыңды жаза береді деді. Әлгі кісі солай өзінің әрбір уақытын зікірмен өткізеді екен. Имам Ахмад көріп әлгі сұрақтарды қояды, ол кісі жоқ, қиын емес, альхамдулилля мен осыған үйрендім, осыны әдет еттім деп жауап береді. Имам Ахмад сұрайды, енді осы әрдайым зікір айтып жүргеніңнің, Аллаға истиғфар айтып жүргеніңнің берекесін сезінесің бе деді. Берекесін, соның бір жақсылығын сезінесің бе деді. Имам Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, инна лил хасанати дияан фил вajh нуран фил қалб ва дияан фил вajh ва саатан фил ризқ ва қуватан фил бадан. Адам жақсы амал жасайтын болса, жақсы амалы оның жүрегіне нұр болады, жүзін жарық етеді, оның рызқы кең болады, оның Алла тағала денсаулығын жақсартады дейді. Адам бір жақсы амал істеп жүрген кезде оның берекесін сезінеді. Имам Ахмад сұрап жатыр, берекесін сезінесің бе деді. Сонда әлгі кісі айтады, я альхамдулилля мен осы әрдайым истиғфарда жүргенімнің берекесін сезінемін деді. Қандай берекесін сезінесің деген кезде әлгі кісі, мен не сұрасам да Алла тағала әйтеуір маған береді деді. Алла тағаладан сұрасам, Алла тағала маған береді деді. Барлық сұраған тілегіңді берер ме деген кезде, альхамдулилля қазірге дейін барлық сұраған нәрсемді берді. Енді бір тілек тілеп жүрмін, әлі берген жоқ деді. Имам Ахмад айтады, сыр болмаса айтшы, қандай тілек деді. Әлі кісі айтады, Алла тағаладан, я Алла, маған Имам Ахмадты көрсетші деп сұрап жүрмін деді. Имам Ахмадты көрсетші деп сұрап жүрмін деді. Сонда Имам Ахмад ана жерден көзіне жас алып, Аллаху акбар, міне сен дұға еттің, Алла тағаладан әрдайым истиғфарда, зікірде болып сұрадың, Алла тағала Ахмадтың 2 аяғынан сүйреп сенің науайханаң алып келді деді. Енді өмірінде келмесе де оның науайханасына, оны танымайды да, білмейді де. Мені мешіттен шығарып жіберген, мешіттің табалдарына отырған кезінде 2 аяғынан сүйреп жолдың ортасына дейін әкеп тастаған ол әлгі қарауыл емес, ол сенің дұғаң екен, сенің истиғфарың екен деді. Міне Алла тағала мені 2 аяғынан сүйреп сенің науайханаңа әкеп тұр деді. Яғни қарап отыратын болсақ, ол кісі әрдайым истиғфарда, зікірде